Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы постэмбриондық даму және метаморфоз типтері. Ең бірінші біздер постэмбриондық дамудың не екенін білуіміз қажет. Постэмбриондық даму бұл ағза туылғаннан немесе орақ жұмыртқадан шыққаннан бастап тіршілігін жойғанға шейінгі аралықты қамтитын даму болып есептеледі. Постэмбриондық дамуды біздер екі топқа бөлеміз. Үлкен ол тура және түрленіп даму. Ең бірінші тура дамуға келетін болсақ, тура даму бұл дернәсіл кезеңі, яғни дернәсіл сатысы болмайтын үдеріс болып есептеледі. Бұл кезде жаңа пайда болған ағза ересек ағзаға ауымайтын, яғни ұқсайтын болады. Тек мөлшері, көлемі, мөлшері және жыныстық жетілмеуімен ғана ерекшеленеді. Егер ауызекі тілмен айтатын болсақ, пайда болған ағза ересек ағзаның кішкентай версиясы болып есептеледі. Мысал ретінде тура дамуға біздерге сүтқоректілер, жорғалаушылар, құстарды жатқызуымызға болады. Түрленіп дамуға келетін болсақ, түрленіп дамуда дернәсіл сатысы болады. Түрленіп дамудың өзін, құрметті оқушылар, екіге бөліп қарастырады. Ол толық және шала. Толық түрленіп даму деп отырғанымыз бұл түрленуі, яғни өзгеруі толық жүзеге асады. Түсінікті ме? Яғни полностью өзгереді деген сөз. Жаңа пайда болған ағза, жұмыртқадан шыққан ағза. Бұл ересек ағзамен салыстырғанда мүлдем басқаша болады. Түсінікті ме? Мысал ретінде көбелекті алатын болсақ, көбелекте 4 саты бар. Жұмыртқа, дернәсіл, яғни жұлдыз құрт ретінде, одан кейін қуыршақ және соңғысы ересек дара. Анимацияға назар аударсақ, ең бірінші көбелек өзінің жұмыртқаларын жапыраққа салып кетеді. Бұл жұмыртқадан әрі қарай дернәсіл кезеңі, яғни жұлдыз құрт пайда болады. Жұлдыз құрт жапырақтармен қоректеніп, көп қорек жинағаннан кейін қозғалмайтын кезеңге қуыршаққа айналады. Қуыршақта ағза қозғалмағанмен көптеген түрленулер секілді үрдістер жүзеге асады. Сөйтеден нәтижесінде ересек дара имаго, яғни көбелекке айналады. Екіншісі бұл бізде шала түрленіп даму. Аты аталып тұрғандай шала, яғни қатты өзгеріс болмайды. Жұмыртқадан дернәсіл шыққан кезде сол дернәсіл ересек ағзадан кішкене ғана айырмашылық жасайды. Қандай? Ол көлемі, қайтадан мөлшері және жыныстық жетілмеуімен ғана ерекшеленеді. Анимацияға назар аударсақ, шегіртке жұмыртқасын тастағаннан кейін бұл жұмыртқадан әрі қарай дернәсіл пайда болады. Дернәсілдің ересектен айырмашылығы оның өлшемі кішкентай, қанатты болмайды және де жыныс жүйесінің дамымауымен ерекшеленеді. Бұл дернәсіл әрі қарай дамиды, жетіледі, сөйтіп ересек дараға айналады. Неліктен бұны тураға жатқызбайды? Себебі біз тура болу үшін дернәсіл кезеңі, дернәсіл сатысы болмау қажет. Бұл жерде жәндіктерде, қонақ денелерде дернәсіл сатысы бар болғандықтан оны түрленіпке жатқызады. Ал оның ішінде егер қуыршақ сатысы болса, ол толық, ал қуыршақ сатысы болмаса, бұл бізде шала түрленіп даму деп аталады. Құрметті оқушылар, қандай да бір қателіктер болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып, кеңес берулеріңізге болады.